Барлығына сәлем. Бұл видеода біз Wikishu сайтынан сатып алынған Шерон выкрикасын, яғни Шерон көйлегін кішкене өзгертетін боламыз. Манекенде көріп тұрғаныңыздай, алдыңғы бой мына вырез өте терең. Мен ондай ашық көйлектерді кие алмайтын болғандықтан мен оны кішкене көтеретін боламын. Жағаны қалай көтеру керектігін қазір видеода көрсетемін. Ол үшін бізге алдыңғы бой қажет, подборд қажет, екі жағасы қажет болады. Ендеше бастайық. Алдыңғы бойдың астына осындай А4 қағазын қоятын боламыз. Мына жағы мен мына жағы осы қағаздың ішінде жатуы керек осылай. Инемен түйреп аламыз. Мен мына мойынды 6 сантиметрге көтеремін. Бірақ бұл санды сіз қалауыңызша алуыңызға болады. 3 сантиметр көтерсеңіз жеткілікті шығар, немесе 7 сантиметр. Соны сол санды осылай осы мойыннан мына жерді белгілеп аламыз. Жоғары қарай 6 сантиметрді белгілейміз. Осылай. Белгі қалдырып, мына жердегі 2 сантиметрді сызамыз. Және мына жақты да белгілеп аламыз. Инелерді алып тастаймыз. Енді выкрикамызды осылай әкеліп, мына нүкте мен мына нүктені қосатын боламыз. Инемен түйреп аламыз тағы да. Осы аралықты сызып шығамыз, бастырып. Инелерді алып тастаймыз. Бағанағы алдындағы белгімен қайтадан түйреп аламыз. Және мына ортаны да кішкене түйреміз. Енді мына жерді қиып аламыз. Мінекей біз мына көкіректі 6 сантиметрге жоғары көтердік, өте қарапайым. Енді бізге мына түймелердің орнын реттеу керек. Ол үшін біз есептейміз. Мына жерде бізде тігіске 1 сантиметр кетеді. Соны сызып аламыз. Мынау тігіске кетеді және сол бұрыштан төмен қарай 1,5 сантиметрлік ара қашықтықта түйме орналасады. Мінекей түймені осылай плюс деп белгілейміз және мына екі ара қашықтықты есептейміз. Екі түйменің ара қашықтығын есептейміз. 7,5 сантиметр. 7,5 деп жазып қоямыз. Енді келесі түймелердің орнын мына өзіміз белгі қалдырған бірінші түймеден 7,5 сантиметрді төмен түсіріп сызып шығамыз. Және сол бойынша тігетін боламыз. Мына выкрикадағы түймелердің орнына тігіп қоймаңыз. Мына подбордты қиған кезде де сіз мына алдыңғы бойдыңқын, мінекей подбордты қия бастағанда мына жақты бастырып, яғни осылай қиып шығасыз. Енді бізге жаға қажет. Біз жаңа алдыңғы бойды 6 сантиметрге көтердік. Яғни бізде мына жаға екеу. 6-ны 2-ге бөлеміз, 3 сантиметр қалады. Мына жақтан 3 сантиметрді сызамыз. Мына жақтан да 3 сантиметрді. Бұны қиып тастаудың қажет жоқ, себебі кейін сізге ұзын жаға қажет болса, қолданасыз қайтадан. Ал бізге қазір осы көйлекті тігу үшін осылай қалдырсақ жеткілікті. Мінекей жағамыз да дайын болды. Енді мен көйлектің етегін тағы да 25 сантиметрге ұзарттым. Көйлегіміздің етегін қалай ұзартамыз? Мынау біздің матамыз болсын, мысал ретінде көрсетемін. Мынау біздің көйлегіміз, етегі. Бізге қанша сантиметр керек? Оны осы выкрикадан оңға қарай есептейміз. 15 сантиметр қосайық, инемен түйреп аламыз. Осылай түйреп алғаннан кейін өзімізге қажетті сантиметрді есептейміз. Мен мысалы 15-ті есептеймін. Енді мына аралықпен мына аралықты сызғышты қойып сыза саламыз. Және мына жанын тура солай түзу түсіреміз. Мінекей біз көйлегіміздің етегін осылай ұзарттық.
осымен видеомыз аяқталды. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Міндетті түрде модельдеп тігіп көріңіз. Егер сізге модельдеу қиын болса, менің парақшама жазылып, базалық сызбаны сызуды үйреніңіз.